Баршаңызға сәлем. Қазір мен сіздерге товарды қалай возврат жасау керек екенін көрсетемін. Жеке кабинетімізге өтеміз. Одан кейін екінші кнопкаға басамыз. Әрі қарай товардың өзіне басамыз. Және бізде осындай ақ кнопка пайда болады. Бұл возврат кнопкасы. Үстіне басамыз. Әрі қарай ақ кнопканы басамыз. Және қайтарудың себебін көрсетеміз. Төртіншісін басамын, басқа товар таңдап қойдым деп. Жасыл кнопкамызды басамыз. Болды, возврат жасалды. Көріп тұрғандарыңыздай, үстінен маған сообщение келді. Alipayға ақша түсті деген. Төртіншісіне басамыз. Біздің жаңағы возврат жасалған товарымыз осы жерде шықты. Бұл возвратқа оформление жасалды деген сөз.